Қайырлы таң біздің сүйікті көрермен. Баршаңызды байланыс және ақпарат қызметкерлері мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Жарқын болашақтың қамын саясаткерлер, өткен дәуірде тарихшылар, ал бүгінгі күнді журналистер ойлайды. Ендеше бүгінгі таңда белгілі журналист, спорт комментаторы Есей Жеңісұлымен қарсы аламыз. Қайырлы таң, Есей аға. Бүгінгі мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл біздің сыйлығымыз. Рахмет. Есей Жеңісұлының журналистикада жүргеніне 16 жылдың жүзі болды. Сөз өнеріне деген махаббаты бала күннен басталған екен. 5 ағайындымыз, 2 ағам бар, 1 әпкем бар, қарындасым бар, 4-шімін. Мен сол журналистикаға сол 7-ші сыныптан бастап қатты құмарттым. Онда да спорт журналистикасына құмарттым. Өткен сол кездерде қолыма Сейдахмет Бердіқұловтың, Несіп Жүнісбаевтың кітаптары түсе бастады. Несіп ағамыздың футболмен таныстаған Испания, сосын Мексикадағы футбол той деген 2 кітап түсті. Сосын спорт журналисті боламын деп шештім. Содан бастап ол кезде Қайрат командасына КСРО-ның 1-ші лигасында ойнайтын. Қайраттың статистикасын жүргізе бастадым. Кім қай минутта гол соқты, қай ойыншы қайдан келді, қай ойыншы бұрын қай командада ойнаған, статистикасы қандай. Сол кездегі мен жасаған статистикам былайша айтқанда мен қазір өміріме қызмет етіп жатыр. Сол бір негізі спорт журналисті болатын адам сол статистикамен айналысу керек деп тікелей есептеймін. Және менің іргетасын өзім сол кезде қалады деп есептеймін. Арманын ақиқатқа айналдырған дарынды журналистің жүрек қалауымен таңдаған мамандығына деген махаббаты артпаса, суыған емес. Тіпті айлықтан бұрын абырой байлығын ойлаған азаматты толғандырар мәселеде жеткілікті. Бізде спорт журналистикасына 2 нәрсе жетіспейді. Бірінші, профессионализм, кәсіпқойлық жетіспейді. Екінші, біздің журналистикада өзім мысалы спорт бөлімінде де істедім, газеттердің спорттық телеарнаны да басқардым деген сияқты. Бізде спорттық журналистиканы түсінетін адамдар аз. Спорттық журналистиканы кәдімгі журналистиканың өнері деп түсінетін адамдар аз. Сондықтан мен дәл қазіргі жағдайда спорт журналистикасы керемет өркендеп кетеді деп ойлаймын. Өмірден түйгені көп. Айтары мол спорт комментаторы өз тәжірибесімен бөлісуді де ұмытпады. Қазір тікелей дәлелді болсын сөзіміз. Испания, Голландия матчын алайық осы чемпионаттағы. Кез келген ойыншыны, кез келген алаңдағы төреші болсын, осы футболға қатысушы адамдарды өзінің әкеңнен де өзінің шешеңнен де жақсы білу керек шындығында. Мысалы, мына жерде Хаби Алонсо пенальти соғады. Пенальтиді белгілеп тұрған кім мысалы, қақпада кім тұр? Мысалы, Силиссен деген қақпашы тұр. Ол Силиссенді ешкім білмейді мысалы. Хаби Алонсо Реалда да пенальти соққыш мысалы, пенальти. Осының бәрін рет-ретімен ақырын жеткізіп отыру керек. Жалпы бұл Ван Персидің өзінше бір қайтарған кегіде сияқты 2010 жылғы Әлем чемпионатының финалында Ван Перси талай мүмкіндікті қолдан жіберіп алған. Қазір шылауына Серхио Рамос немесе Пикенің оралғанына қарамастан қазір қақпашыны да алдап өтті. Қорғаушыға да ешқандай мүмкіндік берген жоқ. Сонымен 4-ші осы матчтағы 4-ші голды енгізді. Бұл матчтың 5-1 есебімен Голландияның пайдасына шешілгенін сіздер жақсы білесіздер. Дархан даламыздай кең пейілді ардақты азамат. Жары Гүлназбен тату-тәтті өмір сүріп, 2 қызбен бір ұл тәрбиелеп отыр. Отбасымен жұмысын теңдей теңгерген Есей Жеңісұлы қолы босай қалса, шығармашылығына көңіл бөледі. Өзіңше түр тіршіліктің іргесін, саналыға мынау өмір күндесін, міндет етіп үлдесімен бүлдесін, сүйегіне таңба түсіп кеткендер сүйегіне таңба салып жүрміз. Сөз бостандығын қастерлейтін 21-ші ғасырда баспасөз ақпарат құралдарына артылар жауапкершілік зор. Абырой биігін бірге бағындырайық. Береке құтты болсын.